бөлмеге алып келді. Сен өзіңе ғана сөйледің ғой? Иә, шынымен. Есік ашылған кезде бір бөлмеде сақталған газ келесі бөлмеге тез өтеді және оның ауасымен араласады. Әртүрлі заттардың молекулаларының араласу құбылысы диффузия деп аталады. Егер біз шайды тұзды суы бар стаканға ақырындап құйсақ, шай жоғарғы бетінде қалады. Сұйықтықтарды диффузия газдармен салыстырғанда өте жай орындалады. Ал қатты денелердегі диффузия өте жай және аз мөлшерде өтеді. Диффузия дегеніміз молекуланың бір-бірімен араласуы. Диффузия температураға тікелей тәуелді. Диффузия заттың тығыздығына байланысты. Диффузия адамның организміне пайдасы зор. Оттегінің қан тамыры арқылы таратады. Диффузия жан жануарлардың организміне әсер етеді.